бүгінгі сабағымызға назар аударайық. Біз өткен сабақта 5-ші бөлім тарихи тұлғалар бөлімін бастағанбыз. Білесіздер ғой, бұның бірінші сабағы тарих қойнауында сабағын бастады. Яғни түрлі бағдар бойынша көреген сөздерді өтті. Енді бүгін аман қарай біз келесі екінші сабағын бастаймыз. Сабақта бастамасында топқа бөлініп аламыз. Картинесінде ұяшықтарды ұсынамын. Осы ұяшықтарда жасырылған хандардың аты шығады. Сол хандар бойынша өз топтарымызға барамыз. Қасым хан өшеге отырған бел. Өткен сабақтарды ескеріп түсіру мақсатында қазір сіздерге ұяшықтар таңдау арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топқа бастайық, бірінші сұрақтан. Тұлға деп кімдерді атаймыз? Жақсы. Абылай хан, Керей хан, Әбілқайыр хан, Хасан хан, Хақназар хан. Жақсы. Балалар, осы біздің суреттеріміздің артынан қандай суреттер шықты? Сіздердің хандардың суреттері шықты. Яғни бүгінгі сабағымыз біздің тарих қойнауында және қазақ хандары туралы сөйлейтін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет журналдардан қажетті ақпараттарды алу және авторға сілтеме жасау. Өнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздерін қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Біздің топтық жұмыс жасаймыз қазір. Топқа 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада қарап отырсақ, балалар кімдер суреті бар? Хандардың суреттері бар. Абылай хан, Әбілқайыр, Қасым хан. Қазір мен сіздерге әр топтың өзінің топтарына сәйкес хандар туралы мәлімет беремін. Топпен жұмыс жасаймыз қазір. Әбілқайыр хан және Қасым хан. Сол деректерді оқи отырып, кестені толтырамыз. Өмірбаяны, жорықтары, қызықты деректер авторға сілтеме. Қане оқушылар, жұмысымызды аяқтаймыз. Енді келесі берілген мәтіндерді пайдаланып, төмендегі кестені толтырайық. Яғни авторға сілтеме жасаңыз. Енді берілген мәлімет бойынша сіздер Абылай хан, сіздер Әбілқайыр, сіздер Қасым ханды толтырдыңыздар. Енді Абылай ханды бастайық. Қане. Сол бойынша сіздер жалпы 4 балл аласыңдар. Абылай хан 1700-1781 жылы қазақ халқының әйгілі ханы, аса белгілі мемлекет қайраткерінің бірі, оның шын аты Әбілқайыр болған. Ал жорықтары? 1732 жылы жоңғарлардың 7000-нан астам әскері орта жүздің шығыстағы ауылдарына шабуыл жасап, беташысқа тап болды. 1722 жылы Абылай бастаған қазақ әскері шамасы 15-20 мың болды. Қандай қызметтерді табан бөлінген? Бірі ұрыста үлкен әкелерінің аруағы шақырып жауға абайлар шабады. Осыдан бастап бұл Абылай атасы болды. Жақсы, өте дұрыс. Енді авторға сілтеме, бұл мәліметтер қайдан алынған, қажеттен алынған, қандай деректерден алынған? 24 Жақсы, онда алады, түсіреміз. Жұмысымызды жалғастырамыз. Енді біз жұрттық жұмыс жасаймыз, жұрт болып жұмыс жасаймыз. Жұрттық жұмыста бізге оқулығымызда берілген 7-ші тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз.
Şimdi ballar bäri uyanık telefonlarımızı alamiz. Hazır juftlik jumuşda Google adresi boyunca jumuş jasaymiz. Ya'ni Google'ga, qani yazamiz bärimiz Google'ga Yusuf Balasag'ın turali ma'lumot deymiz. Yusuf Balasag'ın turali ma'lumot. Yine balalar şunu saytayımız. Endi o'sha Google adresi bo'yicha internet yeni o'zgarishimiz Yusuf Balasag'ın turali qanday qo'shimcha ma'lumot topa oldingizlar. Bu bizga 3 ball bo'lib, 3 ball jeydi. Qani, tamam. Yusuf Balasag'ın filosof, matematik, meditsina, astronomiya, kimyo-tanlov sohalarida ulkan ulug' o'rin bosgan. Avtor va sitini km.org Buncha yaxshi. Endi balalar hamma qaray baldiq o'z-o'zimizni baholashga yurgizamiz. Yaxshi jarayonlar, ulan, durus, turishimiz. Endi baribir o'tirib, ikki balalarni chiqamiz. Chiqamiz endi. 7-8 yil. Kelesi biz kim жылдан мәтсін арқылы көмілген сөздерді мағынасына қарай орналастыру 10-шы тапсырма. Яғни сіздерге қазір QR-код таратамын, сіздерге қор арқылы ұялы телефондарының арқылы сіздерге тапсырма шығады, 10-шы тапсырма. Соны екі топқа бөліп жазамыз. Қайсысы тарихи сөздер, қайсысы архаизмдер. Берілген сөздерді астында сөз беріп тұрма, соларды орналастырамыз қолмен жылжытып. Қайсысы тарихи? Қане балалар орындаймыз. Жеке жұмыс. Қане. Сымбатты. Сымбат жақсы, барлығын толық орындады. Дұрыс. Бұлаймыз бүгін. Яғни бүгінге сабаққа кері байланыс. Бұл кері байланыс қолдарындағы бағалы парағымен байланысты. Яғни мейл заряды деп аталады. Яғни қолдарыңызда балдарыңыз неше бал жас мысалы 8-ге болса 8-ді бояйсыңдар, 7-ге келсе 7-ні бояйсыңдар, я? Ал сол 7 мысалға қай түсте тұр? Сары болса сарыны, егер 8 бал болса жасылды бояйсыңдар. Егер 6 бал болса, 4 бал болса ол кезде қызылды бояйсыңдар. Қай түске сәйкес келіп тұр, сол түстен бояймыз. Сабақты толық меңгердім, сабақты толық жоғарыда қойылады. Оның үстін бояп, және жасыл үсті бояйсың.